Саламатсыздар ма, құрметті біздің YouTube каналдың оқырмандары. Сіздерге мен бүгін үй сатып алу кезіндегі бірнеше кеңестер бергім келеді. Себебі өзімде бір жағдайлар болып, үй сатып алған кезеңдер болған. Сол кезде ол да оңай емес. Бірнеше қателіктер жасадық. Осы үй сатып алу кезінде сол кезде мен өзімнен басымнан өткен сол жағдайларды сізге айтқым келеді, чтобы сіздер де болашақта ондай қателіктер жібермеу үшін. Мен мысалы айтқым келеді, бірінші кеңес сіздерге мүмкіндік болса, біз енді жер үй емес, көп қабатты үй сатып алғанбыз бірнеше рет. Сондықтан мынандай нәрсеге назар аударыңыздар. Үй сатып алып жатқан кезде міндетті түрде ол үй көп қабатты үй. Мүмкіндігінше қасында мектеп, балабақша болғаны дұрыс. Себебі сіз бойдақ болсаңыз, болашақта бәрі жанұя құрасыз. Немесе сіздің отбасыңызда балалар болуы мүмкін, балабақша жасындағы, мектеп жасындағы. Сондықтан ләжі болса, олар жақын болғаны дұрыс. Мектепте, балабақшада соған назар аударыңыз. Тіпті пәтер сатушылардың өзі де хабарландыруда сөйтіп жазады. Мектеп бар, балабақша бар деп. Екіншіден, сіздің жұмысыңызға да жақын болған дұрыс. Себебі мен өзімнің басымнан өткен үй сатып алдық. Сөйтсек, жұмысым алыс болды, ұзақтау. Сөйтіп, осы отбасына, үйге жақын болу үшін мектебімді ауыстырдым. Енді сәл бір 10-15 минуттық жерде қазір. Сол, яғни жұмысқа, балабақша, мектепке жақын болғаны дұрыс. Соған назар аударыңыз. Екінші менің кеңесім үйдің жағдайы, үйдің ремонты, яғни жөндеу жұмыстары. Егер сәл үйдің бағасы арзандау болып, үйдің жөндеуі жақсы болса, ол өте ыңғайлы. Ал егер бағасы сәл төмендеу болып тұрып, жөндеу жұмыстары болмаса, оны сіз жөндеп аласыз. Егер сіздің қалтаңызға ыңғайлы болып, мысалы 3 бөлмелі пәтер алып тұрсаңыз, мысалы 4 бөлмелі, мысалы 2 бөлмелі үйді сатып, сондай 3-4 бөлмелі алып жатсаңыз, егер ремонты жақсы болып жатса, мүмкіндігінше ала берген дұрыс деп ойлаймын. Сосын, мына 5-ші қабатты алып жатсаңыз, қазір енді жақсы, кондоминиум, көбісі 5-ші қабатты жөндеп қойған. Бірақ мүмкіндігі болса, енді мынау 2-ші, 3-ші қабаттан алған дұрыс қой. Бірақ қазір білесіздер, еліміз бойынша, жалпы еліміз емес, қарап отырмын, ТМД елдердің көбісінде үй қымбат. Мен ойлаймын, бұл әзір арзандамайтын сияқты, мен қарап отырам. Тек қана, мысалы, біздің өзімізде, мысалы, мен Кентау деген қала тұрам. Осыдан 2-3 жыл бұрын үйдің бағасы бізде қатты көтерілді. Себебі біз Кентау Түркістан қаласына жақын, Түркістан облыс орталығы болғаннан кейін бізде ұшып кетті үйдің бағалары. Яғни бағасынан ыңғайлы болып тұрса, жақсы. Енді ремонты болған дұрыс. Себебі қазір үйді жөндеу өте қымбат. Строй материалдар, құрылыс заттары, обой дейміз, неше түрлі сантехника бәрі қымбат. Мүмкіндігінше мынау үй сататындар, пәтер сатып жатқан адамдар сол үйдің асхана жиһазын, кейбір шифонер шкафтарды, кондиционер, мұздатқыштарды, салқындатқыштарды тастап кетіп жатыр. Негізі сатып жатқан адам келісіп, үйдің бағасын келісесіздер ғой. Сол кезде ләжі болса, оларды алып қалған дұрыс. Егер онша емес болып жатса, яғни ескілеу болып жатса, алып кеткен дұрыс. Кейбір болады сондай, тастап кетеді, алып кетеді, оған мән бересіз. Яғни үшінші, үйдің құжаттары ең маңызды. Сіз қарап алыңыз, шынымен пәтер иесі ма? Ләжі болса, пәтер иесі болғаны дұрыс. Енді біреулер нотариально, біреудің ағасының, әпшесінің үйін сатып жатады. Енді мүмкіндігі болса, енді менің ойым ғой, енді сол пәтер иесінен алған дұрыс деп ойлаймын. Қарап алыңыз, нотариусте де өз тексереді, нотариусқа барасыздар ғой, өзі тексеріп, сол жерде қарап, анығын біліп алған дұрыс. Сосын бізде 4-ші коммуналдық қызметтерді төлеп кеткен дұрыс алдыңғы кез. Бізде мынадай жағдай болған. Біз бір үй сатып алдық, сөйтіп бізге қолымызға қағаздар берді, түбіртектер, анықтамалар. Сол жерде бізге мына жылудың анықтамасын берді. Мысалы, судың, электр жарықтың түбіртегін берді, квитанциясын. Ал жылудың анықтамасын берді, қарыз емес деген. Енді оған мән бермедік, алдық.
біз енді бір қыста алдық. Жазда бізге сол жылу орталықтың мамандары келіп тұр. Сіздер 130 мыңдай қарсыз. Осы, яғни алдыңғы иелер төлемегенде қарыз болып жүрген. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп менің қолымда анықтама бар. Мен пәтер иесі үй сатқан анықтама берген ғой. Мен барып тексерсем, ол анықтама липовый болып шықты, яғни өтірік. Сөйтіп амал жоқ, оны төлеп құтылдық. Көрдіңіз бе? Сондай нәрсеге де мән беріңіздер. Сосын мынандай кеңес бар, өзім тағы бір басымыздан өткен. Мысалы, егер сіз үй сататын болсаңыз, сатып алған пәтерді қайтып сататын жағдайы болып, мысалы, 1 жылға жетпей сатсаңыз, үкімет 10% салық төлетеді. Салық төлейсіз. Сондықтан мүмкіндігінше, мысалы, үйді, ол мынандай нәрсе де ол, сіз немесе үйді, мысалы, айталық 10 миллион алсаңыз, егер 10 миллионға сол 1 жылдың көлемін сатсаңыз, сіз салық төлемейсіз. Үйдің салығын, яғни табыс салығын. Егер сіз, мысалы, 10 миллионға теңгеге үйді алып, мысалы, 12 миллион теңгеге сатсаңыз, үкімет айтады, 1 жылға жетпесе, айтады, міне, сіз пайда таптыңыз деп 10%-ін талап етеді. Мысалы, сіз 2 миллион пайда таптыңыз деп 200 мың теңгесін сізге төлеткізеді. Салық комитет дейміз, бөлім дейміз. Себебі сондай болған жағдай. Біз үйді саттық, біз нотариусқа бардық, бізге нотариусы да кеңес бермеген. Бір күн қалған ғой, бір күн жетпей қалған. Мысалы, 21 мамырда алғанбыз, біз үйді келесі жылы 20 мамырда сатқанбыз ғой. Сөйтіп, біз оның кезінде үйді 5 миллионға, 4 миллион 900 мыңға алғанбыз. Сөйтіп, біз оны қаншаға саттық? 6,5 миллионға саттық. Сол кезде біз 1 миллион 600 мың теңге пайда таптыңыздар деп, біздің 160 мың теңге төлеткізген. Бірақ ол кезде білесіздер, жаңа айтып отырмын, Кентауда үй қымбаттап кеткен ол кезде. Ол мен ешқандай 1,5 миллион пайда тапқан жоқпыз, 1,6 миллион. Біз ол үйдің бағасы қымбаттап қайта, біз оның үстіне ақша қосып үй сатып алғанбыз. Бірақ ол біздің салық басқармасындағы адамдар оған қарамайды, ол табыс болып есептеледі екен. Сондықтан сіздерге кеңес, ләж болса үй сатып жатсаңыздар, сол сатып алушымен келісіп, сол бұрынғы бағаны көрсетіңіздер. Немесе айтып өтем, болмаса 1 жылдан асырып, 2-3 күн асырып сатқан дұрыс. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар.